Ой, сәлем, мен болашақ әкешім мен анашым, әжелерім, ағатайларым мен апатайларым. Мен сіздердің көптен күткен сәбилеріңізбін. Бірақ кішкентай болсам да үлкен қуаныш сыйлайтыныма сенімдімін. Менің әкешімнің жүрегі өте нәзік екенін біліп қойдым. Мен Мейрамгүл деген ең мейірімді әжеммен Нұрлан, Жасқайрат аталарымен кездесемін. Ура! Менің ақылшы, еркелігімнің барлығын көтеретін ата-әжелерім бар. Әжетайым, маған көп тәттілер мен көп ойыншықтар жинап қойыңызшы. Менің ұл немесе қыз екенімді әзірге құпия болсын. Әкешім мен анашым менің қыз болғанымды қалайды. Қыз болсам, әкемнің еркесі, мақтанышы, еркеназы боламын. Мені асығып күтіп жүрген әкетайым. Осы айдың 16-сы әкем мен анашымның отау құрғандарына 1 ай болады екен. Мен біліп қойдым. Ауаның қалауымен бұйырса, кіп-кішкентай бақытты күтіңіздер. Мені жаңа отбасыма Алла Тағала жіберіп жатыр. Шүкір. Әкешім, анашым, мен таңдағандарыңа рахмет. Әкешім, мені күтші, я? Әкешім, анашым, әжетайым, мені асыға күтіп жүрген Әйгерім апатайым, Ақжан апатайым. Сіздермен көрісетін күнді қатты күтіп жүрмін. Күтіңіздер. Мен үшін дұғада болыңыздар. Анашым, доғдыр апаймен тағы біраздан соң кездесіп алған соң мен туралы айтып береді. Менің жаңа отбасым, кішкентай бақытты күтіңіздер. Анашым екеуміздің тосын сыйымызды қабыл алыңыздар.